Мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастырып, осы салаға жастардың қызығушылығын арттыру қажет. Бүгін осындай мақсатта үздік жас мемлекеттік қызметші атты бірінші облыстық байқау ұйымдастырылды. Оған 30-дан астам үміткерлер қатысты. Байқауға қатысушылардың бірі Мәншүк Молдажанова. Ақтөбе педагогикалық институтының түлегі бүгінде мемлекеттік қызмет саласында абыройлы еңбек етіп келеді. Алайда әрдайым өзгелермен тәжірибе алмасып, кәсіби біліктілікті шыңдау керек. Ал мұндай байқау сол қажеттілікті толықтыратын мол мүмкіндік дейді. Мемлекеттік қызметші, мен ойлаймын, ең бірінші бұл қоғам мен ел игілігін ойлау керек деп ойлаймын. Себебі мен өзім жеке басым студенттік шағынан бастап осындай қоғамдық шараларға белсене қатысқан, қала әкімдерінің іс-шараларына жүгіріспен жүрген жас болғандықтан, менің маған мемлекеттік қызметке келу бұл менің қалай десем екен, ұстаным болды ма екен, мақсатым болды. Бүгінгі байқауға 30 жасқа дейінгі 36 үміткер қатысты. Олардың барлығы да облыстық басқармалар мен департаменттердің, аудан және Ақтөбе қаласы әкімі аппараттарының, бөлімдерінің қызметкерлері. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қатысушылар бұған дейін жергілікті жерлерде өткен сайыстарда топ жарып, жеңімпаз атанған. Осындай шаралар арқылы біз жас мемлекеттік қызметшілеріміздің ынта-жігерін арттырып, олардың жетістіктері мен қабілеттерін байқаймыз. Мемлекетіміздің даму жолындағы мемлекеттік қызметін қосар үлес салмағы ерекше. Осындай байқауды пайдаланып, бұл азаматтар өздерінің де жаңағы қабілеттілік деңгейлерін қарап, бір-бірімен танысып, жұмыста қалай жұмыс процесін ұйымдастыру, арыз-шағымға жауап беру, тапсырмаларды орындау деген сияқты сондайлардың бірін-біріне біліп, тәжірибе жинап алуға болады. Байқау 3 айналымнан тұрды. Сахна төріне шыққан үміткерлер өздерін таныстырып қана қоймай, атқаратын қызметтер туралы да баяндады. Сондай-ақ талап бойынша ел заңнамалары мен түрлі бағдарламалар, құжаттар және Қазақстан тарихы бойынша білім деңгейлерін көрсетті. Байқау нәтижесінде анықталған жеңімпаз кейін Астана қаласында өтетін республикалық деңгейдегі сайысқа қатысатын болады. Ануарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.